Барлықтарыңызға сәлем, сіздермен бірге мен Жансая. Бүгін өте дәмді болып шығатын голубцы дайындайтын боламын. Менің каналыма жазылмаған болсаңыз, подписаться батырмасын басып қойыңыз. Ең алдымен ыдысқа тартылған сиыр етін салып алдым. Үстіне 3 түк туралған пияз, жақсылап жуылған күрішті саламыз. Тұз, бұрыш, дәмдеуіштер салып, жақсылап араластырамыз. Салмам дайын. Перецтерімнің ішін жақсылап дәндерінен тазартып алдым. Енді ішіне дайын салмамызды саламыз. Барлығын осылай салып шығамыз. Кастрөлге сұйық май құйып алдым. Майымыз қызғаннан кейін туралған пияз саламыз. Езілген чеснок саламыз. Чеснок керемет дәм мен хош иіс береді. Одан кейін сәбіз, картошка және туралған қызанақ саламыз. Томат қосамыз. Жақсылап араластырып, су құямыз. Енді қайнағанын күтеміз. Қайнады, енді тұз, дәмдеуіштер саламыз. Дайын голубцыларды сорпамызға салып шығамыз. Міндетті түрде сорпамыз осылай қайнап тұруы қажет. Барлығын орналастырып болдым. Енді жай өтті 20-30 минут пісіреміз. Мінекей голубцыларым езілмей, шашылмай өте дәмді болып пісті. Бұл тағам отбасымыздың сүйікті тағамдарының бірі. Алдағы видеоларда көптеген тағам түрлерімен, рецептілермен бөлісетін боламын. Менің видеоларымды жіберіп алмас үшін лайк қойып, қоңыраушаны басып, каналға тіркеліп кетіңіздер. Астарыңыз дәмді болсын.